Мен мынау атты ғой кәдімгі қарап. Иә. Қалай сүйіп отқан. Пышылдап отырмын. Кәдімгі тесігін көрейікші қалай түйіп. О, Жылда келді ма? бәрекелді. Керемет болды. Мынаны қарасай. Уже процесс қалай кетіп бара жатқан. Ішіне келеді. Болды ғой. Шлангында кәдімгі күшті екен. Нығыздап па? Тура прям июньше зат. Олды қалай кетіп отыр, ә? О, кетті. Тамшылап отыр. Мынандай тесік. Тереңде қанша болу керек пе? Шамалы кезде. Мына қалай болды. Тамаша. Осылай жетті. Тартай. Жаңағыдай емес, жаңағы сауылдап отыр. Скорее услышал. Ассалаумағалейкум. Қазақ елі. Бүгін міне 6 сәуір. Қайыннан қайынның шырынын алуға келдік. Негізі міне бізде бірінші рет алып тұрық. Алғашқы дәмін татып жаңа көрдік. Міне бисмилля деп алып бастап отырық. Nerede? Жаслан досымыз екеуміз. Таза табиғи қайынның шырын көрейік. Денсаулыққа пайдалы дейді ғой. Бас ауырған, кез келген ауруға ем. Ал көрсететін боламыз қазір енді. Ұрғымен кесіп аламыз. Әні тамшылап отыр. Бұрқыратып отыр. Көбірек қып кесіп қойайын. Әні таза шырын ағып отыр. Ақ қайынның шырыны. Мен де сол жерде ойлап тұрмын ғой. Бұрғылаған тесікке былай қылып кіргіземіз. Болды міне. Тамшылап отыр. Тамаша. Ертеңге дейін ғой. Уақыт бар, әрқайсынан бір 2 литрдан ақса да көреміз қаншалық ағатын. Мынандай ұлтаудың қайындары бұл. Шай қайын емес. Ұлтаудың қайындары. Ұлтаудан қанша шақырым мына жер? Ұлтаудан 5 километр жер. 5 шақырым ғой енді. Осы жерде кішігірім тоғайлардан осылай алып. Бисмилля. Тамаша. Мына қайындар енді тіріліп, бойына су жинайды ғой. Жерден су алып жоғары қарай. Мынаның барлығына су кетеді ғой. Сол кезде алатын бір 10-15 күн аралығында ғана, одан кейін жаздың күндері жарамайды. Тура уақытында келу керек қой. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Алтау 7 қойдық, 8 қойды қойдым. Ой, білінбейтін есе сразу. Көп жатыр. Тез негізі. Әрі қарай барамыз ба? Ана жерлерде гүл өсіп жатыр. Міне қар еріп, тіршілік барлығы тіріліп, талдар міне бүршік атып жатыр. Тамаша кәдімгідей. Арқа қыздыратын күн. Бастысы далада дем алып, шашлық жасап, осы мына қайынның шырынын сылтаулап бір жағынан шығайық деп. Мына жерде балық, съемға балықты мариновать етіп жатырық. Қызыл балық. Осыдан стейк жасаймыз. Жайғасқанша тұзы сіңіп мариновать етіле берсін. Екінші мраморный сиырдың еті. Осыны көреміз еді. Ондай. Осы етті басқаша. Квастың еш шықпы шамал. Квастың. Соус терияки. Мына жерде міне бұлағымыз. Мына жерде шашлык отырып анау заттарды дайындайтын. Мына жерде шайдың заттары. Шай ішеміз. Мына жерде біз тамақ ішеміз. Жатып алып, екі стейгіміз дайын. Съемға балығымыз. Мына жерде міне сиырдың етінен, мына жақта газымызбен ет асамыз қазір. Мынаны дұрыстап қоямыз. Ет асамыз, міне ет бар. Қазақ етсіз қалай жүреді ол енді. Мына жерге шашлык кәуабымызды жасаймыз. Мынаның ішін сіздерге көрсететін болсам, бұның іші мынау. Міне шайымыз қайнап тұр. Мынаған енді су тартылған жоқ. Қалған газы бәрі істеп тұр. Шайды қойдық. Асты міне газ пеші. Мына жер мынандай қол жуатын био туалет. Бұларды енді біз қолданбаймыз. Душы бәрі бар. Бізге ол жерде керек жоқ. Міне кофелеріміз. Мынау асты холодильник. Мына жер төсегіміз. Жатамыз мынада. Мына жерде тоқ светті қосамыз. Свет бәрі келіп тұр. Әзірше 12 вольтпен, одан кейін мынаған 220-ны қосамыз. 220-ны қосып қоямыз. Ауа дейін баран жақта. Олды ғой, мынадан арты не керек, достар? Көп кісілер қашан YouTube'ға видео саласын деп қайта-қайта жазып жатыр. Сондықтан мына жерде бензин, анау жерде авадин, әлі шығарған жоқпыз.
Қазір оны шығарып қосамыз, 220-ны тартып қоямыз. 220. Ал осының барлығы Жәкеңнің ұйымдастыруыменен. Жәкең деген кісіге рахмет енді. Алла разы болсын. Осындай тиым алып, қайынның шырынына барып деп. Алла қаласа, қайынның шырынын бәрін қоқып қойдық. Кешке барып бір тексереміз. Ертеңге дейін ғой. Ертең кешке дейін жүреміз ғой, енді асықпай тиым алып. Қазір шашлығымыз жасайын деп жатырық, стейкті. Қарны ашты, тамаша болып тұр. Так, қарақ ішпегел біраз болды осы нұржейші. Күшті болып тұр кәдімгідей ше. Осылай шығуына мүмкіндік бар ғой негізі. Сақырын тұрса ше. Анда бәрі соншама жайнатса. Bir машинамен ақын шықтың. Қазір табиғатына бір маңғалды алып та кете бересің ғой. Өз затың өзіңде шығын кез келген уақытта шашлығыңды пісірдің. Әлі өмір шашлық пісіріп көрмегендер бар ғой. Бір пісіріп алайық, сосын тағы бір пісіреміз. Ойба, мықты ойнап тұр, сойқан ойнап тұр ғой. Bismillah. Maşallah olsun. Şurada da kuştu. Mayılı bu. Şurada. Ne arası satın moşine gün koyan da ya. Ben bu yandan ye. Жеке келесі жыл саған звондап тұратын болдым. Қайынға қашан бара? Мені тастап кетпесіп па? Жаңа жігіт құсап асырамашы бе? Тамаққа тойып алдық. Жаңағы съемкаға тойып қалдық балыққа негізі. Пісіріп жатырық енді. Ona негізі лимонды мамка көп қосып жүрген ғой. Ал, етті салып қойдық газға.
Қазір қонақтар келеді деп қойсаң, е. Құдалар келеді, құдалар. Кешкіге шамал ағаш алып қойын. Жаңбырдың күшті иші шығып тұр. Мынау жерде Ұлытаудың тауы көрініп тұр. Мына жерде Ұлытаудың шыңы көрініп тұр. Ертең мына жерде көк шыққаннан кейін әдемі болады. Мына жап-жасыл болып, кәдімгідей тамаша болады. Далада отырып көздеріңізді жұмып, табиғатпен сырласу керек қой мынандай кезде. Көздеріңізді жұмасыздар, мына бұлақтың дауысы, сарылдап аққан судың дауысы, құстардың дауысы, мына самалы жел, оттың дауысы, соның барлығын тыңдап терең тыныс алып, кәдімгідей 2-3 рет солайдан жасап, далаға қарап, көк көмек, аспан ашық, керемет. Бұны бір табиғатпен сырласа білу керек та. Осындайда ақырен қаланың мынау қарбалас өмірі негізі. Ешнәрсе мән бермей қаласың ғой, бір күнің екінші күніңе ұқсайды да, барлығы білінбейді. Күнің өтіп жатыр, бәрі бір-бірлеріне ұқсайды. Мына аяқта келесің, өмірлікке есте қалады да мынау. Табиғатта ақырын осылай шықсаңыздар, бала шағаларыңызды алып шығып, мынау бүгін қайынға шықтық. Ертең мына жерлерден жуа өседі, Алла қараса, тағы да жуаға шығамыз деген ниеттен отырық. Майға қарай жуа өседі, даланың жуасы. Соны теруге шығамыз, балаларды үйретеміз. Сол тамаша. Бүгін қайынның шарынын алып ішіп көрейік деп, тамаша. Әзірше міне. Әзірше әкеп қойдық міне. Тамаша. Жай бейт іше салсаңыздар, сезін алмайсыздар. Ішіп, дәмін алып, Аллаға шүкір, тамаша. Осындай ата-бабаларымыздан қалған біз үшін аманат. Осындай кең байтақ біз үшін ғой міне. Аллаға шүкір. Міне. Осындай кең байтақ. Міндетті түрде ойларыңыз жаза кетіңіздер пікірге. Тамаша. Қандай жерлерге барайық, қандай видеолар түсірейік. Біз білмейтін тағы да табиғатта осындай өзінен өзі өсетін, қой бүлдірген бар дейді, сиыр бүлдірген бар дейді. Енді біз ол қай жерлерде екен білмейміз. Бұрынғы уақытта көптігін қазір азайып қалды. Сосын білетін адамдар да көбінесе айта қоймайды енді. Алла қаласа тапсақ түсіретін боламыз. Қой бүлдірген, даланың кәдімгі бүлдіргені. Бала күнімізде теруге шығатынбыз енді. Бірақ одан бері ол жерлерде қазір өспейді. Қалай Жәкенти? Әдемі болып отыр, әдемі. Мәссаған, осы сурет деген қазымен. Ал қайынның шырын тексеріп қайтамыз. Мыналар етіміз асылып тұра берсін. Жақын жерде бір 500 метр жерде ғой. Еқ, бір қырдың арты. Сол жердің қайындары шамалы үлкендеу екен, сосын сол жерге қойдық. Өзіміз бұлақтың басына отырдық. Қайындарымыз. Қай жерден бастадық біз? Мына жерден бастап біз. Ал достар, мені 3 сағаттай болды. Шамамен. Әлі тамшылап тұр.
Міне мынандай толған. Көреміз. Жақсы тамшылап тұр. Шамамен қанша? 1 литр аққан ба? Кейбіреулерінен аз енді. Кейбіреулерінен дұрыс ақпаған. Мыналардан шамамен жарты литр, 1 литр солай аққан сияқты. Шиналар 1 литр бар енді. Кәні. Бұның ішінде. Міне. Тамаша, тамшылап тұр. Жетет бізге осылардан жинап алсақ та. Әр түрлі екен. Мыналардың дәмін көреміз. Ертең тексереміз, Алла қаласа. Сіздерге көрсететін болам. Мына жердегілер сарылау, мына талдан шығып атқандар. Мүмкін сарысы тәттірек бола мәні. Мына сары шамалы. Сіздерге камерадан көріне ме, көрінбей ме, білмеймін. Кейбіреулер кәдімгі әппақ мөп-мөлдір. Кейбіреу сары шамал апельсиновый ма. Енді, ау? Шамамен осылай толған енді. Біздің көріп тұрсақ, қайындарымыз әйді қалың емес негізі. Шамал содан кейін де шығар мүмкін енді. Әлде осылай толу керек пе? Солғанмен енді көңілімізден шығып тұр бірақ. Ойдайғыдай барлығы. Оттың түнде ақын отырқ. Ет қайнап отыр. Шарылдаған судың дауысы. Шәкең интернетте жатыр. Тала тас қараңғы болды. Шамал заттарды жинастырып қойдық. Өйткені түнгі 3-те жаңбыр жауып қалуы мүмкін деп ауа райы беріп жатыр. Сондықтан су боқ болады деген заттарды ішке салып қойдық. Барлығын. Ет жейсіңдер ме? Қармаш көпті табиғат. Бисмилля. Мықты өтті. Жері жақсы ойым, су жанында болғасын ба. Осы жер ғой бұны? Осы жерде жел қама. Осы жерде жүрген малдар, мықты береді сонда. Бисмилля. Мынандай далада. Ортада келсек. Достар, тамақта мынау енді бәрін жейтін болып жатырық, тойып қалдық. Қазы да бәрін жұтқанша жұттық енді, сорпа қалды. Қазір енді қайынның соғын ішемізді жатамыз. Шөлімізді басып, сонымен интернетте жатамыз енді әрі қарай, сонымен ұйықтаймыз ғой. Бүгін түнгі сменнен шыққан, ұйқы кеп тұр. Қалған ертең таңертең келсеміз енді Алла қаласа. Қазір авадинді қосып қоямыз, наншыны жылытамыз. Тағы бір көрсетем ғой, наншы қалай өтқан.
Асты түнде жаңбыр жауа ма, қалай болатын? Мына жерге екі обогревательді қойып қойдық. Ананың қазір жылытқанша қойып қойдық. Үрлеп тұратын, оны сөндіріп тастаймыз. Мынау да жетіп жатыр. Бір жылғаннан кейін мынанша жылып қалды қазір. Мынау біздің төсегіміз 220-ға мынаны алып бүйтіп сөндіріп тастаймыз. Жата қаламыз. Мынау деген кәдімгідей арман ғой. Мынау кәдімгідей арман. Мынау міне қайынның шырыны. Шығып қойып мына жерде. Ой. Соғым ниетінен кейін бұны шөл басу деген вообще күшті ғой, ә? Айтпаса. Одан сайын әдейі. Мынау кәдімгідей бір пойызда купе бар ғой. Сондай сияқты бір жерге жол жүріп баратқан сияқтысың купеде. Мынау арман негізі алатын нәрсе екен. Кеңес берем негізі болса бар ғой, далаға шығатын болсаңыздар. Мынандай деген тема. Ұйқыдан тұрдық, сағат 9. Ұйқыны пердік. Түні бойы жаңбыр жауды. Міне дала мынандай болып тұр. Заттарын бәрін жинастырып қойғанымыз дұрыс болыпты. Жаңбыр жауып кетті. Жаңбыр жауып. Ертеңнің ондай қазақша киімі енді мықты екен. Қазақша киіп алдық. Дала салқындады. Ішіне қараған жаңбыр. Киімдерімізді киіп алдық. Мынаны енді керемет екен. Кәдімгідей төсекті мынаның бәріне салып ұрдық қой ұйқыны. Бұлақтан жуынып алдық қақыптан. Мүмкін бұлақ ағып тұр. Мұздай бұлақтан ұйқың ашылғандан жүгіріп барып сүңгіп түсіп алсаң. Қазір кофе істеймін мен аласы. Кешегі тамақтар бар. Мынандай кофе. Таза кофе ғой, реально. Дейді осылай. Содан мынаны басасын дейді. Сүтті бөліп қойсын ба? Мына істеп аласың, сосын сүтті мынаған десін дейді. Көпіріп шыққан. Кофе менде. Осындай болып шықты. Күшті болып жақсы болды. Әдемі. Бұйырған осы енді. Бірінші жасап тұрмын оны да. Жақсы қашыр заты. Екі кружкасын тастап ап, дала деген дымқыл болып тұр әлі. Міне бір күп тұр жаңбыр. Тұмандысып тұр еще. Тұмандатып бір күп жаңбыр жауып тұр. Ауа дейін қосылып тұр 220. Маша. Сколько говорит личный бариста. Мынау да кәдімгі күшті болып тұр. Мынанша толған міне. Мынаны қараңыздар. Мына жерге дейін толып тұр. Қалай тамшылап тұр. Мынаны кәдімгідей алғың келмейтін сияқты мына жерден. Мына қараңыздар қалай тамшылап тұр. Кешкісін күшті жібіп кеткен ғой. Күшті деймін. Әр түрлі. Мына жерде міне шамал боялғаны бар. Апельсиновый. Астындағы жапырақтан емес, я? Міне мынандай әр қайсынан бір 2 литрдан жоқ дегенде бар, аздарының өзі. Мына қараңыздар.
қазірге дейін бір 1,5 литр толғаны. Мынауыңыз енді бір 3 литр толған ба, сондай. Қараңыздар. Аллаға шүкір. Қалай, Жәке? Әдемі нәтиже бар, жақсы. Жақсы. Бисмилля. Дәм жақсы. Қаттың дәмі бар. Қант. Сондай освежать етеді негізше ауызы. Тамаша. Ауызым кәдімгідей. Сап-салқын күшті болып тұр. Күшті болып тұр ма? Жақсы негізше. Шеберім ет бұл. Міне таза қайынның шырыны. Өзімізге ем ғой шөп бұл нағыз. Ал үйреніңіздер. Сіздерге де. Ал бисмилля. Кәдімгі тал менен қант судың шөгінің бір ортақ несі, иә? Аха, болсын. Сыртының дәмі шығатын сияқты ма, сондай бір. Сосын қант. Анда. Бір қызық айтайын ма, да бутылка тиісіп кеткен. Ой, ағып кетіп отыр ма не? Бір жеріне боковойнан еткен екен. Ар жақ боковой көрдің ба? Ойбай. Соның өзінде. Достар, керемет. Аллаға шүкір. Жақсы. Өте алыңыздар сіздерде де осындай қайны бар жер болатын болса, біз енді ұлтаудамыз. Ал ем болсын, шипа болсын. Достар, мына жерде міне садовый бар дейді. Осыны алып жаңағын бетіне жауып жібересіздер. Өйткені талға зияны тимеу керек. Мына былай көбірек қып кесіп алайық, қазір біз алғандарымыздың барлығын кете отырамыз ғой. Бұл пластилин сияқты ғой. Осы міндетті түрде алып алыңыздар. Бұндай болмайтын болса, ағашты қақып тастауларыңызға болады. Енді бізде бірақ мынандай бар. Міне. Ян шамалы жібітіп аласыздар да. Мынандай біреуін аласыздар, қайырды тесігі. Міне. Жоқ ашып жүрді. Мынауға су ағып тұр, міне. Осыған келесіздер де. Бұлай бітеп тастайсыздар. Болды. Адан шырыны еш нәрсесі ақпайды. Өз талғарын алған солай. Ширатып жүру кереккен. Ішіне қарай бейт. Қасында. Қаяғына жабысып қалды. Ширатып жүреміз де, есігін ішіне былай тығып жүреміз. Біттеп желіп қалады екен. Жан жақтарын былай басып жүреміз. Болды. Кәрмән қалдыр сал. Қайынның шырынын жинап алып келдік. Міне. Енді қазір мынаны үшеуін жабайын деп жатырық банкіге кәдімгідей. Қысқа сақтау үшін мынандай апельсин араластырып. Тамаша. Міне мұнда қайынның шырыны жаңағы
жер бәкпегенбіз. Әрқайсында әртүрлі. Ар жақта әлі бар. Мынау жай шамалысы. Тағы да бар әлі. Міне Жәкеңнің орындауында қазақша стильмен березовый сок жабуды. Иә, міне Ұлытауда. Блендерға өткізіп барып саламыз оған. Үшіншісін басқаша қылып па? Үшіншісін басқаша қылайық. Барлығын бұның жағдайдың бәрін үйде жасауға болады. Бірақ негізі біз мына жерде сіздерге видеоға көрсету мақсатында осында 3 банканы алып келдік әдейілеп. Осы жерде сіздерге көрсетейік деп. Дұрыстап әдемілеп. Алғаннан кейін енді барлығы текке қалмау керек қой. Қыста да ауырғанда мұрын бітеліп тым ауыратқан кезде алып ашып ұрып алатын. Ұлытаудың дәміменен. Мынаның астына кешегі стейкті қойып қойдық. Сиырдың етінен ол пісіп жатыр әдемі. Әне міне газ жанып тұр. Өзінің температурасын қоясыздар. Мына жерде міне фольгаға орап салып қойдық. Бұл біздің қазір обедкі тамағымыз, Алла қаласа. Шашырамай екен. Есін ұтып та кетіппіз. Крышкасын. Кейбірі сары, кейбірі мөп-мөлдір. Қазір біз мөлдірлерін құйып отырық. Сарыларын дәмінде көреміз бақай. Сарының дәмін көреміз. Өзгешелік бар ма екен? Мүмкін сарылары тәтті шығар. Сарысын әлі ішпедік. Міне ықтап қойдық мына жерге. Газды. Қойып жатыр. Ой, қараңыздар. Қайқына тескен. Собственным соковым. Сонда. Көрейік. Қалай болады? Достар, міне үзіліп тұр ғой кәдімгідей. Май бар, осы күшті май жеріне. Міне майлы жерім мынаға мал баласыздар да. Бисмилля. Маринок күшті көне қанде? Мәнандай бір. Басқаша маринок көре. Дайым мариновка ғой, құя салдық. Достар, керемет. Қайдайын деп қалды? Осылай көбік шығады. Осы көбігін алып тұсау керек. Бетін. Оныға сақырлатпаймын осылай. Қорқыта қасам осылай. Аздап, мына жері міне енді бүлкілдеп, міне қайнап келе жатыр. Қат сақырлатып қайнатуға болмайды. Бүкіл шырыны шығып кетеді. Жаңа қайына шырыны болғасын, жай осылай.
Үшеуіне бір шай қасық лимонный кислота. Қант осындай жетеді. Қант жетеді дейді осылай. Толық емес. Даже одан да аз қосайықшы. Кетеді бітеді. Oldu. Банка жабат болсаңдар, осындай закрывашка болыңдар. Мықты закрывашка негізі. Бәрі подшипник. Мощный. Все. Сонымен болды. Дайын, үшінші банкымыз. Осындай көрдіңіздер ме сіздер? Далада қайынның шырынымен компот жауып жатқан. Компот жауып жатқан қазақты көрдің болсын дедеші. Иә. Енді ана жинамды көрпені әкелу керек та. Көрпемен орап болып сосын. Ал достар, бүгінгі енді кішігірім осылай 2 күндік демалысымыз. Иә, мына не дейтін еді, қайынның шырынын алдық, қайнаттық, жаптық, қысқа дайындадық. Мынау енді басқа тоғанға қойып кеткенбіз, осыны жинап алдық. Жаңбырды көрдіңіздер, жаңбыр ұрып тұр. Дала жаңбыр жауып тұр. Ал сіздерден енді жақсы пікір қалдырып, лайк баса кетіңіздер. Ал, ассаламу алейкум. Міне дала мынандай жаңбыр болып тұр.